Арма, эфирде Астарлы ақиқат, студияда мен Асхат Садырбай. Алматы облысының тұрғыны Жанар Серімбетова айдың күннің аманда із-түзсіз кеткен күйеуін іздейді. 4 ай бойы отбасы ошақ қасына жоламаған жарының басына іс түсті деп күдіктенеді. Бала шағасына жалғыз өзі бас көз болудан шаршаған Жанар жауапсыз кеткен отағасын тауып беруімізді сұрайды. Алдымен мәселенің анық-қанығына тоқталайық. 13 жыл отасқан күйеуімді іздеймін. 3 баласымен шаңырағын күзетіп қалған әйел неге жылап қалды? Менің бір жағынан ашуымда келеді, не бір жағынан менен қашқалақтап отырмын, не отбасын деп аяп отырмын, жан жақтама түсінуге әрекет жасап отырмын да. 3 ұл енді әкесін сұрай ма, іздей ма? Иә, сұрайды, уже өтірік айтып, уже шаршадым шыны керек. Еркек адамның табиғаты, егер үйінде жылулық көрмесе, ол балаға да қарамай тастайды да кете береді. Астарлы ақиқатқа келген Жанар Серімбетова абайсызда қандай шындықтың бетін ашып қойды? Аян бір адамды зорлаған. Сөйтіп барып аймалаған, сөйтіп екеу болған ғой Поляда. Есі дұрыс еркек барып кафеде барып бір қызға қырындап, өзі жалмаңдап, барып, болып сомен ондай істемейді. Жанар тағы неден күдіктене бастады? Ал жолдасының жасырғаны бар ма? Қарындасыңмен жатып жүрсің ба, әпкеңмен жатып жүрсің ба? Татып ұрыс барған кезде сондайға дейін барады біздің ұрысымыз. Біраз сұмдықтың беті ашылған соң Аян Бақбергенов жауапкершілікке тартыла ма? Ал тағдыр тәлкегіне түскен әйел Астарлы ақиқаттан қандай көмек сұрап? Неше бала шағамен тұрасыз? 3 бала шағамен осы жерде. Күйеуіңізбен де осы жерде тұрдыңыз ба? Осы үйде? Иә. Қазір қайда күйеуіңіз? Білмеймін, вообще білмеймін. Қанша уақыттан бері жоғалтып алдыңыз, айтыңызшы. Апрельден бастап. Отағасы қайдасың? Алматы облысы Жібек Жолы ауылының тұрғыны Жанар Серімбетова 13 жыл отасқан күйеуін таппай жүр. Айтуынша осыдан 4 ай бұрын жолдасы Аян Бақбергенов үйден кеткелі кері оралмаған. Бірер күннен кейін белгісіз біреу қоңырау шалып, күйеуін қамауда деп хабарлайды. Мағрозадан звондады ғой. Аха. Осындай біз сіздің күйеуіңіз Бақбергенов Аянның адвокаты боламын деді. Сосын ішке бір тергеуші адвокатпен ішке кірдік, жазбасын бәрін қарадық, осындай точно болған екен. ЗАГС бар ма? Заңды некедесіздер. Бірақ ажыраспадыңыздар ма қазір? Жоқ. Менің бір жағынан ашуымда келеді, не бір жағынан менен қашқалақтап отырмын, не отбасын деп аяп отырмын, жан жақтама түсінуге әрекет жасап отырмын да. Нақтысы білмеймін, неге айтпайды, неге қоймайды. Сосын інілеріне звондадым, ағаларына звондадым, ешқайсысы алмайды телефон. Жолдасының жоғалғаны аздай қайын жұрттан көрмеген қорлығым жоқ деп налып отыр Жанар. Аяннан айырғанда солар дейді. Осындай туысқандарға басып 2 айға кетіп қалған. Қайда кетті? Туысқандарымен кеткен шығар, осы туысқандарымен кетті ғой. Осы қарындасы айтты, мына хатымен жазсаң мен сені көрмеймін, өлем деді. Сосын бір үлкен апасы келген, сен өзің ағаңды өз семьясынан құртып, сен бақытты болам деп отырсың ба? Сен кет қайта осы үйден деп сөйткен. Солар өздері жиналып, сол өздері шығарып алған болып тұр ғой. Маған қалай шығарған, қалай не алған айтпады. Аян Бақбергенов расында жоғалғандар санатында ма? Бала шағасын тастап кетуіне не себеп? Ал туыстары бұл жағдайға не дейді? Бүгін ақиқатына жетеміз. Ендеше студияға Жанар Серімбетованы шақырайық. Жанар, саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Күйеуіңізді іздеп жүрсіз. Иә. Өзіңізбен таныс болайықшы алдымен. Қай жақтың тумасысыздар? Неше жылдан бері бірге заң некеде тұрып келе жатырсыздар? Мен Өзбекстан Республикасы, Қарақалпақстан Республикасы Тақтакөпірінде туылдым, ауылында. 2010-да тұрмысқа шықтым, сол Тақтакөпірде, сол Қарақалпақстанда, Өзбекстанда. Күйеуіңіз де сол жақтың азаматы ма? Иә, сол жақтың азаматы. 2010-да тұрмыс құрып екеуміз 2015 жылы Қордай ауданына көшіп келдік. Өзбекстаннан. 18-де 2015-де Қордайға көшіп келдік, 2018 жылы Алматыға көшіп келдік екеуміз бірге. Содан бері бірге едік. Балаларыңыз нешеде, үлкені? 13-те. Үлкеніңіз 13-те. Иә. Одан кейінгілер? 13-те, 8-де, 3,5 жаста. Күйеуіңіз қайда жұмыс істейді, әлде жұмыс істемей ма? Барахолкада жұмыс істейтін. Базарда кім боп? Ташкай дейді.
Күйеуіңіздің отбасымен қарым-қатынасы, балаларыңызбен қарым-қатынасы қандай еді? Жақсы болатын, бізде бәрі жақсы болатын. Последний осы 1 жылдан бері туысқандар араласып кетті. Ақшаны мен таптым, мен ұстаймын, анау-мынау көбейіп кетті. Содан кейін де уже проблема басталды бізде. Кім айтып жатыр ақшаны мен таптым, мен ұстаймын деп? Күйеуім. Қандай ақша тауып жатыр, егер ол жүк тасып жүрсе базарда? Әлде жақсы таба ма? Жақсы табады. Қанша табады айына? 500-600. Айына 500-600 мың теңге табады. Туысқандарым мен ұстаймын дей ма, әлде күйеуіңіз өзім ақшаны ұстаймын дей ма? Күйеуім мен ұстаймын. Менің табысым, мен саған бермеймін, осындай. Енді Жанар ханым, сіз жаңа өзім ұстаймын деген кезде отбасыға көңіл бөліп, бір ақшаны қалай ұстады енді? Өзім ұстаймын дегенде қандай нәтижесі қандай болды? Нәтижесі болғанда бұл продукты енді жарайды, кейде жетсін, мен пособие алдым ғой, АСП алдым, сонда АСП алғаннан кейін полный соны жаратып отырамын. Ал енді ол АСП-дан алып болғаннан кейін еттің қандай екенін білмейді, қанша қымбат екенін. Ет әкел, анау әкел, мынау әкел десем, аз-аздан әкеледі. Ал бізге ол бір аптаға мысалы жетпейді. Қайта-қайта айта берсең, не үшін сен қайта-қайта айта бересің? Күйеуіңіз айтасы тачка айдайды, 500-600 мың табады деп. Сіздің күйеуіңіз анаша ма, бір нәрсе қолдана ма? Құмар ойындарға әуестігі бар ма? Құмар ойын болмаса, ішімдікке, басқа нәрселерге, сондай наркотикалық дейма не дейді? зиянды әдеттерге. Наркотикке жоқ, негізі наркотикке жоқ. Анаша? Нашаға да жоқ, ішімдік ішеді. Көрмегенсіз ба? Наша бір түрлі иісі басқаша болады да оның? Жоқ. Темекі Өйткені менің ойымша 500-600 мың тачка айдайтын болса, бүкіл Алматы сондай тачкамен жүретін еді. Бірақ сіздікі көп тапқанда, мүмкін сатады ма, сондай мен айналсама деген ой келеді. Ендеше сіздің отбасылық суреттеріңізге бір назар аударайықшы. Мынау үйленген сәттеріңіздегі шақыру билеті. Мынау қазіргі тұрып жатқан үйлеріңіз бе әлде? Жоқ, бірінші баламыз кезде. Мынау екінші балам аяғым ауыр кезінде. 3 ұл енді әкесін сұрай ма, іздей ма? Иә, сұрайды. Мен уже папаң жұмысқа кетті. Папа келеді, уже өтірік айтып, уже шаршадым, шыны керек. Телефонын алмайды. Алмайды. Енді суреттеріңізге қарасақ, бақытты отбасы сияқтысыздар. Не сол құрғыр сол дүние ақша ма, сондағысы енді отбасыға ойран салып отырған? Жоқ. Не енді? Басқа мәселе болған? Не мәселе? Басқа әйелі бар шығар мүмкін. Иә. Любовница. Бұрын соңды байқамадыңыз ба? Бар ма? Бар екен. Әйелі қандай керемет болып тұрса да, басқа еркек адамның табиғаты, егер үйінде жылулық көрмесе, ол балаға да қарамайды, тастайды да кете береді. Жоқ, еркек адам жылулық болғанда не керек ол жылулыққа? Мысалы, жақсы сөйлеп атсақ, үйі таза болса, бала шағасы жай болса. Сіздің айтуыңызбен. Күйеуіңізге сіздің тарапыңыздан, әйелінің тарапынан не қажет екенін сіз білесіз бе? Мен білем. Последнее время осы айтып жатырмын ғой, өткен жылда кетіп қалды, и менде уже суып бастадым. Сізде де бір үйреншікті жағдай сияқты, бұл қалыпты жағдай сияқты. Білмеймін, ол кісіге бір кек алу мақсатында немесе мен емес саған көрсетем деген бір сондай оймен келіп отырған сияқтысыз да? Күйеу туралы көршілер не дейді, назар аударайықшы. Аға, мына көршіңіз бар ғой, Премьянка. Аян деген кісіні танисыз ба? Ана жерде тұрады, соны танисыз ба аға? Танисыз ба? Жанар әйелдің аты, иә? Ол кісілері қалай жалпы? Бірге тұра ма қазіргі таңда? Ау? Бөлек қой жоқ па енді бас. Аян ба? Ал неге бөлек кетті, сізге айтты ма? Білесіз бе? Олар жиі ұрсатын беді. Ой жағын білмеді, ой бұржа ұрсын екен. Полиция жанын шақырмайтын беді жиі? Полиция келеді бірақ. Жиі келетін беді полиция? Соңғы рет Аянды қашан көрдіңіз аға? 3 айдан өтіп кетті ғой. 3 ай болды ма уже? 3 айдан өтіп кетті ғой, қоншақ көрмеген. Көрмегеніңізге, иә? Олай нем жаман бала емес, нем жақсы бала. Қожалық болатын не бала, нем жақсы әперемін. Не үшін олай. Отбасын асырап отқан. Сәлем бұлай бәрі дүзеп жақсы бала. Мына жерде тұрған Аян деген кісіні танисыз ба? Премьянка, осы мына үйде тұрған. Жанар немесе? Танымаймын. Сіз осы жерде тұрасыз ба? Осы жерде тұрамын көшеде. Ар жағында тұрасыз ба? Мына Премьянка тұр ғой мына? Иә. 3 бала шағамен Жанар есімді қыз тұрады екен. Тұрады, иә. Танисыз ба? Көріп жүрмін бірақ. Көріп жүрсіз ба? Танисыз ба? Күйеуін танисыз ба оның? Күйеуін танымаймын. Көрмедіңіз ба күйеуін?
Білмеймін, күйеуін танымайды екенмін, өзін танимын, бірақ үш баласымен садикке барады, нетеді. Қатынасып жүр негізі, барады нелерге. Той, садаға деймін. Жалпы жандар көргеннен кейін сұрап жатырмын, қандай кісі, жақсы ма? Мен вообще былай, Таяқ жеп жаңағы ондай көрмедіңіз ба, ондай ситуациялар болған емес пе? Күйеуін мүлдем көрмедіңіз, иә? Вообще көрмедім күйеуін. Сұрадыңыз ба? Жоқ, біз осы жерден өтеміз, онда айқай-шу естімедім. Полиция жиі келеді деп қалды жаңа бір көршіңіз. Иә. Неге келеді жиі? Ұрыс төбелес? Иә. Ұрыс төбелес болғанда последний осы бір жылдан кейін уже келетін болып кетті. Осы дұра ма сонда? Иә. Ұрады, травматологияға жатып шықтым. Не себеп тұрады? Енді кішкене бір. Өзінен өзге бұра ма? Өзінен өзге келіп емес. Айтып жатырмын ғой, жоқ болып кетеді. Әйел адам болғаннан кейін анау жетіспейді, мынау жетіспейді, әкел дейсің, өйтесің, бүйтесің. Сенде қанағат жоқ дейді. Уже мен сенен шаршадым, қанағат жоқ. Осындай ұрады. Травматологияға түскенмін, неше рет скорый, неше рет кислородпен алып кеткен кезде. Арыз жазған жоқсыз полицияға? Жазғанда олар біз қабылдамаймыз, біз ешқандай отбасылық мәселе дейді болды. Мынандай нәрседе бір жақты қарап керек емес та, екі жақты да бұл жерде әркім өзінің жауапкершілігі бар. Жаңа басында айтып отырсыз ғой? Басында айтып отырсыз, мен кварплатаны басқаны да мен жасап жатырмын деп. Негізі бұл қаржы мәселесін ер адам шешу керек та, енді бұл жағын. Сіз өзіңіз айтып жатсыз. Бір кезде араларыңызда жаңа суып жатсыздар, бір-бірлеріңізге келіспеушіліктер. Бұл бір күнде кете салы, бір күнде жаңағындай бір ашулану деген емес. Бұл жиналып келген бірінші себебі, сіз жаңа айтып отырсыздар, бір-бірлеріңізге бір суық болып кеттіңіздер, сөйлесе алмадыңыздар. Уже сөйлесе алмағанда ер адам өзінің енді біріншіден айтып отырық жаңағындай шын болса нәпсісі, одан кейін бір эмоциясын басқарамағандықтан қанша жерден ұрысса да, қанша жерден бір-біріне ашуланса да, бірақ енді қол көтеріп ұру деген енді артық. Сізден де жаңағындай айтып отырсыздар, бір-бірлеріңізге артық, бір-бірлеріңізге деген қарым-қатынас бір шиеленіп кәдімгідей бір сөйлесе алмай кеттіңіздер. Соны бір ер адам ана көтере алмай, бұл жерде біріншіден эмоциясын басқарамай, жауапкершілігін аламай, одан кейін енді тұра алмағандықтан бөлек тұрып жатсыздар да қазір, солай ғой? Диалог жоқ, конфликт, одан кейін жұбанышты ер азамат басқа жақтан іздей бастады ма? Негізі отбасында екі адам бірдей жауапты ғой, бір ғана еркек қана жауапты емес, әйел де, еркек те отырып, ортақ сөйлесіп деген сияқты. Мәмлеге келе алмадыңыздар, Енді ортақ сөйлесумен сөйлесейік дедім. Сөйлесейік, психологқа барайық. Мысалы, менде қателік жоқ емес, бар, мен білемін өзімді. Мен сол бойынша психологпен жұмыс жасайын. Ал сенің қателігің болса, сен өзің, мен айтып жатырмын ғой, мен бір өзім отбасын құра алмаймын. Әрине, иә. Отағасы неге үйге оралмайды? Жанардың жолдасы қайда жүр? Арнада шағын жарнама, одан соң ақиқатын айтамыз. Жолдасымды туыстары қинап ұстап отыр деп күмәнданған Жанардың сөзінен соң Үштерек ауылына аттанды. Аян бір адам зорлаған. Аян қыз зорлады деп тергеуге алынған растады. Сөзіне сенсек, басына түскен істен соң үйіне барар беті болмаған. Ол үлкен әйел болып өзінің үйінде зорлатып жатса, значит ол өзі пландап жасаған болуы мүмкін ана әйелді. Бірақ Жанармен қайта қосылғысы жоқ. Тіпті өзін мазаламауын да сұрады. Қарындасыңмен жатып жүрсің ба, әпкеңмен жатып жүрсің ба? Татыбы ұрыс барған кезде сондайға дейін барады біздің ұрысымыз. Түрмеге түскені қалай? Алматы облысының тұрғыны Жанар Серімбетова 14 жыл отасқан күйеуін іздеп студияға келіп отыр. Сөзіне сенсек, із-түзсіз жоғалатын аздай тергеушілерден жолдасың түрмеде отыр деген хабар келген. Алайда, қандай іске қатысы барын Жанар нақты білмейді. Біз Аян Бақбергенов деген азаматты іздеу операциясын жалғастырамыз. Алдымен оның туған туыстарына атпасын бұрған едік. Жолдасымды туыстары қинап ұстап отыр деп күмәнданған Жанардың сөзінен соң Үштерек ауылына аттанды. Барғанымыз сол еді, үйінің жөндеу жұмыстарымен арпалысып жатқан туысы алдымыздан шықты. Аға, Аян Бақберген келесіз ба? Аға, ол кісілер қайда қалай? Жұмыста. Қайда тұрып отыр аға? Үйде тұр. Осы үйде тұр, Аянның туысы Еркебұлан оның адам баласына зияны жоқ деп отыр. Шаңырағы шайқалып тұрғанда ақыл айтып қайта қосқан біз дейді. Ал Жанардың бұл жақсылықты елемейтін алға тартты.
қазір екеуінің ортасына түскенмен бар ғой менде. Талай түспедім емес, түстім. Талай. Тату болу. Шаман болса біздер жаман болады. Екеуің тату болу. Қанша бала бар ортада. Қанша балдар болады екен. Екеуің біріңе қатын табылып, біріңе бай табылып. Екеуіне табылып, балдарға болады. Тырнақ үшін жүрді сол тырнақ үшін. Енді соны айтсақ, сендер аян өкпесіңдер, сендер өйтесіңдер, сендер туысқан жаман болған. Еркебұлан туысының істі болғаннан хабардар, алайда бұл Аянға жабылған жала дейді ол. Аянның мұндай қадамға баруы мүмкін емес деген Еркебұлан күмәнді іске оның досы Нұрманның қатысы барын айтты. Содан сол жігіт келеді, жүріп Аян балық қолда жаппай деп. Бұнда өз қатынын жағылып кеткен, осыдан қыш отырайын деп басын алып шығып қалған. Жарайды деп барып, содан сол кезде бір ортаға бір қыз пайда болады. Оқ бізде екеуі бұл ана қыз айту, сонымен жата ма, бір несі бар, оны білмеймін. Оны сұраған да жоқ, маған қасықта емес. Өзі несі үшін содан кейін бұны жарты жолдан түсіріп, ана жанындағы алып кетіп, Аян бұл жанындағы ұрады, Аян ұлды қызбен келісіп апарып. Еркебұлан Аянның қазір қайда, қандай жұмыс істейтінен бейхабар екенін айтып ағынан жарыл. Көрсе іздеп жүргенімізді айтуға уәде берді. Нұрман деген кім? Көршісі. Көршіңіз, біздің көршіміз. Досы ма? Дос болып араласып жүрді. Туылған күндерде неде постоянно бірге отыратынбыз, бірге ішеді, бірге қыдырады. Отбасы бар ма оның? Отбасы бар. Танисыз ба әйелін, бала шағасын? Жақсы араластық. Осы мәселе болған, осы последний осы істі болды ғой. Сол кезінде екеуі бірге жасаған ба, білмеймін, вообще білмеймін. Бұл қашан болды бұл іс, сіз білесіз ба бұны? Білемін, апрельде болған іс. Не болған сонда? Аян бір адамды зорлаған. Сосын арыз жазған ол? Екеуі ішкен, Нұрман екеуі, сол әйелмен неде отырған. Кафеде ма, үйде? Кафеде отырған, үйде емес. Кафеде отырған, кафеден шығып болған ғой. Сіздің жолдасыңыз, яғни жаңағы әйелді зорлаған. Ол әйел арыз жазған. Енді қазір содан қашып жүр ма сонда? Содан қашып жүр ма, білмеймін. Одан қашып жүр ма, не бізден қашып жүр ма, не бала-шағадан қашып жүр ма, мен сол жағын білмеймін. Сіз жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, адвокаттар хабарласты дедіңіз ба? Кім хабарласты? Құзырлы органнан кім хабарласты сізге? Біз жатайын деп отырған кезде телефоннан бір звонок келе беріп, бізде сет ұстамайды, сообщение болып түсті теледыбаны. Сонымен маған айттым, анда бейтаныс, маған вообще номер звондамайды. И қайтадан звондасам, еркек адам. Бұл еркек адам, вообще маған еркек адам звондамайды. Сонымен қайтадан есікті алдына шықтым да звондадым. Осындай кімсің десе, мен адвокатпын. Қандай адвокат? Бағберген Аян адвокат. Оған не болды? Десем, дауыс естілмеді, мен сізге қазір WhatsApp бар ма осы номерде, қазір WhatsApp-пен звондайын дедім. И WhatsApp-пен звондадым. WhatsApp-пен звондасам, Аянның адвокаты, Аян 120 статьямен қамақта қазір. Бүгін алынды қамаққа, мен соның адвокатымын деді. Басқа мәселе бойынша мен сізді ешқандай сөйлесе алмайым деді. Ровдыға бардым. Барғаннан кейін Бағберген Аян осындай қамақта бір адамды зорлаған, и ол адам заявление жазды деді. А зорланған әйел қаншада жасы? Білмеймін. Мен вообще танымаймын. Жанар ханым, тыңдаңызшы, егер сіз айтып отырсыз апрель айында болған деп, жаңағы зорлау фактісімен арыз жазылған болса, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 120 бабының 1 бөлігінің талабына сай, ол жерде 5 жыл мен 8 жыл бас бостандығынан айыру жазасы ғана қарастырылған. Кешірім берген күнде де ол жерде қысқармайды. Ол осы уақытқа дейін жаңағы бас бостандығынан айырылып кету керек еді. Ол уақыттан бері міне қанша 4-5 ай өтті. 4-5 айдың ішінде егер ол срогын алып кетпесе демек бұл жерде жалған ақпарат болған. Іс қозғалған болуы мүмкін. Бірақ істі осы уақытқа дейін егер ол сотқа жібермеген болса, бұл жерде жаңағы қылмыстың құрамы жоқ болғанына байланысты қысқартылған. Жаңа қамалды деп айтты деп отыр ғой. Тергеуші ретінде. Енді сіз маған енді былай хабар келді, мен бардым ғой онда. Сөйтіп кірдім. Адвокаттарға сөйлестім, кіресің деп, тергеушімен сөйлестім. Тергеуші барлық запистерін қаратпаймын деді, бірақ ауызша айтамын деді. Ауызша айтқанда екеуі пожелание болды деді. Пожелание болғаннан кейін келісіммен болған. Келісіммен болған. Арызды алған ба қайтадан? Арызды алмаған.
арызды алмады деді. Жоқ, оны келісіммен болғаны дәлелденген болса, ол жерде уже қылмыстық құрамы жоқ деп есептеледі. Автоматически іс қысқартылады. Бірақ та деді, не алды, экспертиза алынды деді. Экспертизаны қараймыз, ол 3 күннен кейін шығады деді. Экспертиза алына береді, Шығады ғой бермейін. Просто бұл жерде сізді қайта-қайта айтасыз да, маңызды емес, маңызды. Не үшін маңызды емес? Бұл жерде әйелдің жасы маңызды. Ол үлкен әйел болып, өзінің үйінде зорлатып жатса, значит, ол өзі пландап жасаған болуы мүмкін ана әйелді. Оны досыңыз кәмелетке толмаса тағы да бар. Келісіммен болған болды. Немесе келісімнің аяғы үйіне қазір жоғалып кеткені де мүмкін сол шығар. Егерде арызыңды қайтарып алатын болсаң, қайтарып аламын, сен менің үйіме келіп тұр деген сондай бір келісім де болды деп ойламайсыз ба? Сол мен де сондай деп ойлаймын. Кісінің дұрыс жасын сұрап жатқан өте орынды. Өйткені ол мен үлкен әйел болады. Жаңағы немен ұстап отыруы мүмкін да. Сен кетіп қалсаң, қайтадан арыз жазып жіберген деп па? Мына кісінің жасы өте орынды. Ол 18 жасқа толған болса, ол басқа статья болады, сондай. Дұрысталайықшы, экспертиза нәтижесін айтты ма? 3 күннен кейін. Экспертиза нәтижесін енді 3 күннен кейін айтамыз деді. 3 күн суббота воскресеньеге түсіп қалды, ол четверг күні ұсталды, четверг пятница. И суббота күні мен бір не дедім? Құдай тамақта болатынмын, сосын інісі звондады. Осындай кел, киімдерін алып кетуге бара жатырмын деді. Кімнің дедім, не үшін дедім. Сөйтсем ол қамақта оған маған адвокаты пандемия күні киімдерін алып кел деп айтты дедім. Несі звондады адвокаты, если келетін болсаң, көретін болсаң, аямен сөйлесетін болсаң, киімдерін алып келесің. Киімдерін алып кел, тамақ алып келесің ба, өзің білесің ол жағын деді. Сосын мен айттым, осындай деп айтты адвокат, сен қалай киімін аласың десем, жай оны ары бері апарып жүрген кезде мен онымен сөйлесіп қалдым деді. Сосын жарайды дедім, пандемия күні барсам, уже ол шығып кеткен. Аян отбасына орала ма? Ерлі зайыпты бір мәмілеге келе ме? Шағын жарнамадан кейін астарлы ақиқатты айтамыз. 4 ай бойы хабар ошарсыз кеткен Аянды ақыр іздеп таптық. Біле алмаймын мен. Неге сізді 500-600 мың теңге табады деп отыр ай сайын? Өтірік алдайды. Ондай сума таба алмаймын мен. Оның айтуынша мұның бәрі жала. Арсыз іске барған көршісіміз. Сөйтіп барып аймалаған, сөйтіп екеу болған ғой поляда. Көршіңіз қайда кетті ол уақытта? Машинасын мүлде қашып кетіп қалды. Әйелді ұрып кетіп қалды, екеуіңізді тастап. Енді ол келіншек сіздің үстіңізге арыз жазды. Шатасып, ана Нұрман үстіне жазам деп маған жазып жіберген. Яғни бәрі ойдағыда экспертиза таза шыққан, ол жерде жоқ. Білмеймін, экспертизаны. Жоқ, қамалатын адам үшін киім не үшін керек? Қамалатын кезде. Білмеймін ғой, мен тек просто інісі маған звондады, осындай киімдерін алып кетуге бара жатырмын, сен қайтасың деді. Мен осындай бөлемнің Құдай тамағында жүрмін дедім. Дүйсенбі күні мен жұмыстан тағы сұранып Ровдыға бардым. 8:30-да мен сол жерде тұрдым. Адвокатына звондадым, адвокат айтты маған 10:30-да маған хабарлас деді. Мен онда сол жерге барам, өзім сізге жауабын айтамын деді. Сонымен сол жерге тұрдым, киімін алдым, тамағын алдым, анамнаусын алдым. Сөйтіп сол жерде тұрсам, Ровдыда маған адвокат звондады. Бағберген Аян қашан шығып кетіпті ғой, сіз қайдасыз деді. Осылай айтты. Сіздің үйіңізге бармады ма не деді. Жақсы, ендеше біздің тілшілер Аянды тапты. Қазір экранға назар аударайық. 4 ай бойы хабар ошарсыз кеткен Аянды ақыр іздеп таптық. Мен үйден қашпадым, балаларымды тастаған емеспін дейді ол. Не себепті екі жақтасыздар? Ұрыс сол. Бітпейтін ұрыс. Білмеймін. Не болса да жұмыстан барсақ та шашап барған кезде сол бірдеңеге жетпейді, ұрысымыз келеді. Сол балдарын көрінше айғайласпай-ақ қояйық. Анау 3 жыл маған қарайды көбінесе. Өсіп келеді қатын тәрбиесі. Тып-тыныш шешкім келеді. Соңғы рет қашан көрдіңіз балаларыңызды? 1 ай бұрын. Бере салам ол үйім. Ешқашан да бас тартқан емессіз ғой, иә? Бас тартқаным жоқ. Аян қыз зорлады деп тергеуге алынған растады. Сөзіне сенсек, басына түскен істен соң үйіне барар беті болмаған. Оның айтуынша мұның бәрі жала. Арсыз іске барған көршісіміз. Балық қоратын жерге барып, сол жерде отырып ішедіміз. Балықпен жаңа қыз мас, тиісіп боқтап қоймады. Жаңа сонымен соның ерексіп мәшинемізге отырып алып кетеді. Отырады өзі, зорлап отырғызғаным жоқ. Көлік кімнің көлігі? Көршім көлігі. Қасымда. Ертесіне ана тергеушілерге барған кезде айтып атқан, сондай қылып. Тістерім сындырды, ұрды деп. Бірақ мына бала емес деді, Мына бала дегенде сіз туралы? Мен айтты. Сосын қорқытты деді. Мен қорқыттым ба десем, жоқ деді, қасындағы бала деді. Өлтіріп кетем деп бұлар мені қорқытты, содан соң жыныстық қатынасқа түстім деп өзі айтты.
Аян баспанасына әйелінің атын аударуға, алиментінде төлеуге дайын екенін жеткізді. Бірақ Жанармен қайта қосылғысы жоқ. Тіпті өзін мазаламауын да сұрады. Астарлы ақиқаттан солына істерімді көріп беруін, сосын мына балдарыма элемент сумасын 60-70 мыңға дейін қойып берген қалаймын. Өйткені 196 мың мен төлей алмаймын ол базарда жұмысыма. Оған сай емес. Өзім кредиттерім бар. Енді ана үйге келетін болсақ, ол үйді де ала салсын. Ол 3 жыл мен далада қалған болмайды. Бірақ екеуміз бір жерде жасауымыз қиын. Журналистік зерттеудің нәтижесінде Аян Бақбергеновті тапты. Ол өз сөзінде қыз зорлады деп айып тағылған соң, отбасына оралуға беті болмағанын айтып анықталды. Десе де арсыз іске бармадым, мұның барлығы жабылған жала дейді ол. Оның сөзі рас па? Ақиқатында отбасынан жырақта жүруіне не түрткі болды? Аянның ендігі шешімі қандай болмақ? Бірге білеміз. Қош келдіңіз. Аянсыз ба енді? Неге маскамен? Маска танығанда суретімізді көрдіңіз ғой? Жоқ енді. Сіз емес шығарсыз, Аян тапып отырмыз. Түріңізді көріп қойдық, шеше салыңыз. Отыра берейін осынға. Сіз ер азаматсыз ғой, шешіңіз маскаңызды. Ертең сіз бір беті жоқ, алаяқ, қашқын сияқты болып тұрсыз ғой мына жерде. Видеоңыздан көрдік қой. Жүзіңіз ақ болса, Аян мырза, егер сіздің бетіңіз ақ, жүзіңіз ақ болса, онда айтыңыз ақиқатын. Келіншегіңіз сізді іздепті. Сіз айтасыз, ажырасқым келеді дейсіз. Келіншегіңіз айтады, алимент төлемейді дейді. Не болып жатыр, осыны түсіндіріп айтып беріңізші. Алимент суммасы 196 мыңнан, мен ондай қаражат төлей алмаймын. Сізге сондай шығарып берді ма сот? 196 мың теңге. Сіздің ресми айлық табысыңыз қанша ай сайынғы? Базарда жұмыс істеймін. Жоқ, сіз жұмыссыз болып саналасыз ба? Жоқ, тіркелгенсіз ба? Кәдімгідей. Жұмыссыз болып табыламын негізі, тіркелмегенмін. Өткен бір ай бұрын бардым үйме. Екеуміз ұрыстық, пышақ алып жүгірді, балдардың психикасының атакасын былай өзгертпей-ақ қояйын дедім, өзім тастап кеттім. Нақтысын айтайын. Бұл екі үлкен ұлдарым жасқанып қатты сөйлей алмайды, нақтысын айтқанда. Кішкентай ерке, ол маған асылып жабысып ойнайды. Мына үлкені сөйлей алмайды, ұрып үстерін көгертіп қойған екен, суретке түсірейін деп тұрып, бұндай жағдай болатынын білгенім жоқ. Студияға барып, бұндай қатты кететін. Нақты салмақпен шешілетін шығар. Ертең балдар өседі. Енді шешпейсің ба өзің? Үлкейеді. Ертең олардағы әйел алады. Соған ойлап бір арамыз 1-2 жыл. Неге алимент төлемей жүрсіз? Аға 300 мың берсе де жарасады ғой, үш балаңызға. Сіздің табысыңыз 500 мың деп естідік қой. Бермейсіз ба бір 300 мың теңгеде? 3 балаңызға қазір білесіз. Мәселе ақшада болып тұрмайды. Мәселе араларындағы. Мен түсінгенім, сіз екеуіңіз түсіндіңіздер бірге тұра алмайтындарыңызды. Ұрыс керіс, ол сізге пышақ алып жүгірді. Ол балалар ұрады дейсіз, ол кісі сізді ұрады дейді, полиция келеді дейді үйге. Яғни сіз енді балалар бұндай төбелесті көрмей ақ қойсын, тыныш қана өссін деп араларыңызда бәрібір сезім болмағандықтан ажырасуға шешім қабылдадыңыз, түсінгенім. Енді қазір сіз алимент 196 мың төлей алмаймын дейсіз ба, сонда түсінбедім. Ондай сумма төлей алмаймын мен. Неге сізді 500-600 мың теңге табады деп отыр ай сайын? Өтірік алдайды. Ондай сумма таба алмаймын мен. Неге фундамент базарда жүк тасимын? Күніне неше теңге табасыз? 10-15 мың табам. Қатты үлкен суммам. Бәрі ішіп жем бар, киімім бар. Менің де. Қазір қайда тұрып жатсыз? Жоқ, ол ер азаматтардың тұрып жатырмын. Ағаңыздың үйінде тұрып жатсыз. Алимент келгенде азғы көрсетеді ақшасын. Енді алимент 196 мың болса, неге хотя бы сол кішкене бір кішігірім төлемейсіз? Балуаққа дейін. Жоқ, алимент демеңізші. Аян мырза, қараңызшы. Сот орындаушы шақырды. Ақша қойып беретін сумманы о сот орындаушымен Жанна деген Қарсайский районда қызға бардым. Жанна деген болды сот орындаушы. 60 мың теңге жетеді деді. Мен жазып бердім. Барып, ондай сумма таппайды, тачка, мотоциклдерді арендаға береді, базарда табысы көп, бұндай суммаға маған қанағаттырмайды деген. Араларыңызда бір сезім, енді сезіммен, махаббатпен үйлендіңіздер, 3 бала дүниеге келді ғой. Қазір оның сезіммен, махаббатпен емес, алып қашып кеткен. Жоқ, Жанар ханым, сіз мына жерде кек алмай тұрсыз да қазір ше. Чувство болды. Сіз мына жерде бәрін алып қашып кеткен. Жаңа шатастырып, шындары күйеуіңіздің ренжімеңіз, күйеуіңіздің шаршайтындайдай адам ғой. Сіздің де жаныңыз бар, бұл кісінің де жаны бар. Мен әке-шешем қайтыс болған, әке-шешем жоқ. Мұның әке-шешесі бар. Ол нүкте тұрады. Біз өзіміз себеп керек ұрысқа. Қарындасыңмен жатып жүрсің ба, әпкеңмен жатып жүрсің ба? Татыбы ұрыс барған кезде сондайға дейін барады біздің ұрысымыз.
Бұл жерде іс болған деп жатыр, сізді қамалған дейді, біресе қамалмаған шығып кеткен дейді. Ол не? Біреуді зорлаған дейді, зорламаған дейді. Келісіммен болған дейді. Не болған, осыны айтып беріңізші. Қазір енді алаңдайтындай бар ғой. Бітті, бір жетілерінде ма, содан кейін осындай ұрысымыз көбейетін болғасын, жұмыстан айтқанда 1-2 бөтелке пиво ішемін. Сондай мен тып-тыныш ұйықтап қалам үйге барып, бірде шайты тамақ ішіп отырып, ұрысамыз, жатып қалам. Сондай жаттан қаштым мен, нақылын айтқанда. Нұрман деген досыңыз бар екен, көршіңіз. Не болды? Кімді зорлады? Жоқ, әлде келісіммен болған деп жатыр. Келісіммен басқа әйеліңіз бар ма? Жоқ, басқа әйелім жоқ. Жаңағы әйел кім онда? Зорлады деп жазып жүрген сіздерге арыз? Кафеде отырып, Нұрман деген көршіммен ішем. Содан жаңағы әйел мас бізді боқтап қоймады. Короче, құлагер Құлсарда су алып атыр, еркектер не істеп жүрсіңдер, Алматыда көмекке бармайсыңдар ма? Тиісіп боқтап қоймады, сонымен далаға шықтық, темегіміз тартып тұрдық. Жаңағы атын келді, ашумен көршім мінгізіп алып кетті машинаға. Көршіңіз мінгізіп алып кетті ма? Мінді, мен де болдым, артық сенеді. Сонда ол әйел келіп сіздерге неге Құлсарыға бармайсыңдар, не ағып бұрысып жатыр, сіздер оны көлікке мінгізіп алып, қайда кеттіңіздер? Арғы жағына бір поляға бардық. Айдап үрілде, ол кісі іште үрілде отырып, біраз масайдық. Оқтайтын болса, онда ішкіземіз дедіңіздер ма? Жоқ, ол кісі әделене отырып ішкен. Жоқ, енді пайдаланып қалу керек қой мас қызды. Неше жастағы әйел ол? Білмеймін, мен үлкен, бірінші рет көрдім сол кезде. Бардыңыздар, сонымен? Содан мәшинеден түсіріп, оны ұрды. Көршіңіз. Сіз не істеп тұрсыз сол уақытта? Мен ішкеннен кейін оған тезіден қимылдай алмадым. Басқа есігінен түсіп келем дегенше. Сонымен неге ұстап атсын, өліп қалар дегенде қылып, бардым, мәшинені мініпті. Сөйтіп барып аймалаған, сөйтіп екеу болған ғой поляда. Көршіңіз қайда кетті ол уақытта? Машинасын мініпте қашып кетіп қалды. Ұрып па? Әйелді ұрып кетіп қалды, екеуіңізді тастап. Сіз басынан сипаладыңыз да жатқыздыңыз. Сіз ажыраттыңыз екеуін. Біреуіңіз ұрады екенсіз, біреуіңіз аймалады екенсіз. Сател болғанда көмектесіп қамқорлық жасап. Қамқорлық жасап, істейтін істеп, сөйткен ғой. Тұра тұрыңыз, енді көршіңіз арасында. Ана әйеліне бере алмай жүрген мейірімін басқа адамға беріп. Қазір. Өліп қалмадым екен өліп қалмадым екен деп тамырын ұстап көрдіңіз, бәрі дұрыс. Сөйтіп жұмысын бітірген деген ғой. Тамырын ұстаймын деп басқа жерін ұстап кеткен. Жоқ, полиция шақырып онда ешнәрсе болмайды. Ондай болмады. Жақсы, ендеше сіздің көршіңіздің пікірін сұрайықшы, не айтады бұл оқиға жайлы. Аян Бағбергенов басына түскен іске көрші досының да қатысы бар деген соң оны іздеуге кірістік. Сұрастыра келе айтқан досы үйінен табылмады. Қайсы? Осы үй ма? Рахмет. Осы үйде тұрады ғой, Нұрман деген кісі. Алдымен Нұрман туралы өзге көршілердің пікірін сұрадық. Олар жігіттің мақтауын асырды. Көршіңіз Нұрманды. Ол қандай кісі, аға? Норман. Жақсы кісі ма? Араласып тұрасыздар ма? Араласам. Қайда жұмыс жасайды, аға? Мен бұлай қолталап істеп жүргенше, бір анада бір кейде заправка бірдеңелерде жұмыс істейтін еді. Ол жігіт ешкімге не істеу жоқ, қайдан, ол біздің ауылдың қызы ғой, бізде оны ондай сәлеміміз дүзу, ол ешқандай ондай бала деп ойламаймын. Нұрманды танисыз ба, аға? Жалпы көрдім. Қандай жұмыс жасайды, аға, білесіз бе? Білмедіңіз ба? Негізі үйге келіп қонып тұра ма ол кісі? Жетісі бір көріп тұра. Көргенде көріп болды, көріп қалғанда салам. Араға бірнеше уақыт салып Нұрманмен байланыс орнаттық. Ол ақпын деп ақтаулымен әлек болды. Нұрман мырза, осы Аян қазіргі таңда үйіне келіп кетпей жүр екен. Көрші екенсіздер. Бұрыннан танисыз ба ол кісіні? Енді көшіп келгелі ғой, 5-6 жыл болды ғой. Жақсы араластыңыздар ма, аға? Иә. Қазіргі таңда Аян қайда жүр? Жұмысында шығар, білмейді екен, хабарым жоқ, хабарласып жүрген жоқпын. Соңғы рет қашан көрдіңіз? Мен соңғы рет көрген жоқпын, соңғы рет осыдан бір 2 ай бұрын ба, 3 ай бұрын ба сөйлестім телефонда. Апрельдің соңында бір жағдайларға байланысты іс болған екен. Досының сіздің қатысыңыз бар ма жалпы? Жоқ, мен оның пәлен төлем, мен просто бірге отырдым, іштім, жедім. Содан кейін өзімен өз болған нәрсе ғой, мен ол кісіні танымаймын да, жаңа бұл бірге болған. Яғни ол оқиғада бірақ сіздер бірге отырдыңыздар, Иә, бірге болдық, бірақ ол қалып қалды, мен кетіп қалдым, сондай болған ғой негізі. Үшеуіңіз бірге полиге бардыңыздар.
Одан кейін бірақ ол кетіп қалды ғой. Иә. Сіз қалып қойдыңыз. Иә. Енді ол келіншек сіздің үстіңізге арыз жазды. Шатасып, ана Нұрман үстіне жазам деп маған жазып жіберген. Ол келіншекпен байланыс бар ма? Біле ма ол келіншек өзін кім зорлағанын? Оны білмеймін нақты. Жоқ, ол жөнін қайдан біледі ол келіншек оған арыз жазса? Білмеймін. Арадан 3 күн ба 4 күннен кейін ба келіп, мен милициялар алып кетті. Оған дейін ондай болмады. Біз қазір қылмыстық істі қарап жатқан жоқпыз ғой, бұл ерлі зайыптылардың қарым-қатынасы. Негізі солда бар. Иә, ол жерде осы мәселеде сізге экспертиза болды. Иә. Сіз таза ақталып шықтыңыз. Жоқ, экспертизасы көрсетті ғой, экспертизасы болынған деген не шықты. Бірақ қалай сізді босатып жіберді онда, егер сіз шынында да ол кісіні зорласаңыз, мен түсінбедім. Мен шок состояниеде болдым, іштім көп. Содан кейін кешірім қағазы берді ол қыз. Мен шатасып кеттім деп. Арызын қайттан алды. Қайттан алды. Үстінен іс қозғалып кетуі де мүмкін, білесіз. Енді қазір бұл іс жабылды. Жабылды. Ешкім зорлаған жоқ. Жоқ. Мен түсінуім бойынша, талдауым бойынша Жанар ханым жолдасын қызғанып, сол мақсатта бір кек алу мақсатында ашумен жасалып отырды. Шын мәнінде сізге сезім бар, сіздің білмеймін, мүмкін суып қалған шығар, түсінбеудің салдарынан екеуіңіз тек қана агрессиямен айтасыздар бір-бірлеріңізге. Мына кісі сен маған көңіл бөлмейсің деп айғаймен дауыс көтереді, пышақ көтереді, сіз қол көтересіз деген сияқты. Есі дұрыс болса, ол әйеліне 196 мың таба алмаса да 20 мың болса да беретін еді. Есі дұрыс еркек барып кафеде барып бір қызға қырындап, өзі жалмаңдап, барып, болып сомен ондай істемейді. Есі дұрыс еркек тыныш үйіне қайтады. Досымен ішкісі келе ме, баратта ішет, досым, кешір, мен қайттым, мен әйелім бала-шағам күтіп отыр дейді. Вот сол жерін сіздің минус болып тұр. Аян отбасына орала ма, ерлі зайыпты бір мәмілеге келе ме? Шағын жарнамадан кейін астарлы ақиқатты айтамыз. Әйел азаматтар үйден қаша беруші еді, қазір мына еркек адам үйді тастап кеткенін мен енді көріп отырмын, бірақ қазір жиілеп жатыр да бұл мәселе. Барлықтарыңыз әйел боласыздар. Бірақ жардың статусын алу, ол бөлек мәселе. Тура осындай әйел жолығады. Ажырасу соңғы шешім болмағаннан кейін мен ары қарап жұмыс жасағым келеді. Жаңағыдай сөздер неғасын бір шапалақ берем, өтірік қоян шығыстап талып қалады. Аян Бақбергенов күмәнді іске кінәлі көршім дейді. Алайда бұдан бөлек ол отбасын тастап кетуіне әйелінің мінезі әсер етті. Жанармен бірге тұрмаймын дейді отағасы. Бұл мәселе қалай өрбиді? Балалар әкесіз өсе ме? Эфирде астарлы ақиқат біз жалғастырамыз. Айтады ғой, сауыс ердің кезегін көріп тұрған жоқпын. Еркек ретінде сізде өзіңізге жауапкершілігіңізді алып тұрған жоқсыз, істеп жатқан тірлігіңіз анау. Екеуіңіз үлкен жауапкершілікпен саналы түрде шешуге болатын нәрсе. Иә. Соны шеше алмадық қой. Сіз нағыз ер азамат болсаңыз, бір әйелді бақытты қылуға болатын еді. Рұқсат болса айта кетейінші. 3 баланы жаудырмайтып қоймауға болатын еді. Рұқсат болса айта кетейінші. Сіздің жауапкершілігіңіздің өте төмен. Бұрын енді әйел азаматтар үйден қаша беруші еді, қазір мына еркек адам үйді тастап кеткенін мен енді көріп отырмын, бірақ қазір жиілеп жатыр да бұл мәселе. Бұл неден туындайды? Еркек адам жақсы, дені дұрыс еркек адам жаңа айтып кетіп отыр ғой. Ол үйден бекерден тастап кете алмайды баланы. Жақтан да бар ғой. Жауапкершілігі бар еркек. Ал енді менде мынандай мәселе бар да. Әйел адам ол табиғат әйел. Барлықтарыңыз әйел боласыздар. Бірақ жардың статусын алу ол бөлек мәселе. Ол қиын нәрсе да. Бұл жерде жардың статусы орында болмай тұр да, менің жеке пікірім. Сол себептен үйде жаңа айтып отырық, ұрыс керіс, тыныштық, үйде тыныштық жоқ, береке жоқ. Осы уақытқа дейін 13 жыл деген ол жай сұрақ емес. 1 жыл 6 ай тұрып кетіп қалу деген ол бөлек мәселе. 13 жыл тұрып, 13 жыл шыдап келіп, жаңағы бәрі скапливаться етеді, жиналып келіп, предел болды, еркек адам бір-ақ күнде тастап кетті. Екі жақтан да бар. Ол еркектің бір еркек қорғаудың қажеті жоқ. Қазір жаңағы ер адамның ретінде, енді ер азамат ретінде білмеймін, досым кінәлі, көршім кінәлі, анау боқтақ болған, бәрі кінәлі, бірақ менен мүлдем жоқ деген ол мәселені өзгерте алмайды. Сондықтан бұл жерде әркім өзінің тарапынан, өйткені сіздер жаңа айтып отырсыздар ғой, әркімнің өзінің рөлі бар. Ер азаматтың өзінің отбасында кәдімгі рөлі бар, міндеттері бар, кәдімгі әке ретінде жолдас. Сіздің өзіңіз әркім өзінің рөлінде. Егер де сен менің рөлімді жасалмай жатсың деп ол айталады, бірақ бір-бірін өзгертумен, кемсітумен айналысса, ол олай шықпайды. Ажырасқаннан кейін сіз осыны сабырлық сақтамаған үшін, осы әйелді
бүйтіп әйтеуір екі жақтан бірге жеңбеген үшін сізге тура осындай әйел жолығады. Өмірде бұл пока повторяется, пока сіз осыны жеңбейінше, жеңген деген ұру емес. Жеңген деген ол сабырлық сақтау, екі жақтан сіз де пышақ алып сабырлық сақтап та көрдім, сабырлық сақтап 13 жыл болам дегенше. Аян мырза, сіз мына жерде алдынан бұрыннан бар болған бұл ұрыс. Енді әйел адам эмоцияға жақын болып келеміз. Біздер әйел адам жалпы эмоцияға жақын болып келеміз, қыздар. Ал ер адамдар көбінесе араласады дейсіз. Ақылмен шешу керек. Сіз отағасыз, сіз барлық нәрсе сізге байланысты. Ол былай жаса деп бәріміз айта аламыз. Ақыл айту. Бұл жерде ең мықты адам өз жеңген адам. Аян мырза мен Жанар ханым, екеуіңіздің түсінгендеріңіз маңызды. Бұл жерде біздің айтып кеткеніміз емес. Сіз Аян мырза әйеліне, Жанар ханымға маған көзіме шөп салды, басқа әйелмен төсектес болды деген сізден кек алу үшін осында келіп отыр. Сіз соған ашуланып отырсыз да? Сен мені бүкіл әлемге, Қазақстанға жайдың. Мені көрсеттің, осы ісімнің барлығын аштың, мен артымның бәрін аштың деп. Ал бұл кісінің жанына батып бара жатқан, ол сіздің басқа елмен төсектес болғаныңыз, басқа нәрсе емес. Ал осы нәрсе бұрынғы майда шүйде пышақ алып жүгірді, айғайлады, деді, мә деді дегеннің барлығы жай ғана көтеріліп сылтау. Ұрыс керіс болады, осы ажырасам деп не қылам ғой. Сонда маған ажырасу соңғы шешім емес. Дұрыс айтады, ажырасу соңғы шешім болмағаннан кейін мен ары қарап жұмыс жасағым келеді. Жаңағыдай сөздерді неғасын бір шапалақ берем, өтірік қояншық ұстап талып қалады. Ажырасқым келеді дейсіз. Жанар ханым әлі де болса отбасын сақтап қалғым келеді деп отыр. Сіз ажырасқым келеді дейсіз. Бірақ алимент төлегіңіз келмейді. Сонда 3 баланы да жақсы көрмейсіз ба? Неге ол 3 баланы алиментіне қашасыз? Көремін. Неге онда алименттен қашып отырсыз? Нақты сумманы төлеп берсе, мен төлеп беріп, былай хабар алып та тұрмын балдардан. Бұл жерде балдардан хабар алып тұрмын. Өкінесіз ба? Сол істеріңізге бұрынғы. Мен достарыма звондайды. Достарыма звондайды. Неге алып келдің Аянды? Деп участковойға берем деп оларды қорқытады. Участковойларға қаншама келіп жатыр. Мынау ішпеген, шекпеген, не ұрыс дейді да өздерің шешіп алыңдар деп. Жоқ, еркек адамсың ғой, өзің шеш деп тастап кетеді. Отбасы туралы сіздің жалпы енді ер адам ретінде қандай ойыңыз қандай, соны бір енді басқа. Еркек адам себебім жауапкершілік дегенде үйіміз тыныш болса деп ойлаймын, берекет. Балдарымыз күліп қарсы алып отырса үйде тып-тыныш. Өзі біліп тыныш болу үшін не істеу керек? Шешесі ішпеу керек, хотя бы ішімдікті қою керек. Бұл жерде мынандай мәселе. Қыздарға бармау алғаш болып жүргем жоқ. Қазір біз алғаш болып жүргем жоқ. Қыздарға бармау керек. Алғаш болып әйелдерге бармау керек. Жұмыстан келген кезде балдарым үсті көгеріп тұрады кей кездері. Балдар неге ұрдың деген әңгіме басталады. Содан екеуміз ұрсамыз. Бұл жерде біреу келіп, жаңа сырттан келіп, ата-анасы келіп араласады, мамасы келіп араласады деп жатсыз ғой. Ол сіздің әлсіздігінен, егерде отбасыда бір берік болса, ешкім араласамайды. Егерде жауапкершілік ер адам ұстаса, араласа алмайды. Сіз әлсіз болғаннан кейін сіздің бір жауапкершілік алмағандықтан басқа біреу енді шекараға жеке отбасының шекарасына араласады. Одан кейін жаңа айтып отырмыз, келіп, енді қараңыз, бұл жерде жауапкершілік туралы айтып отыр. Жаңағындай полиция қызметкерлер участковый кеп, сізден қорғау керек та, енді қараңыз, мәселені балалардан, жаңа мәселеден сіз қорғау керек дейсіз. Сізден қорғау керек болып отыр. Керісінше сіз жауапкершілігі алған ер адам, сіз әлемнен қорғайсыз. Сыртқы әлемнен, қаржы болсын, әлеуметтік болсын, денсаулығы болсын, әркімде кем тұстары болады. Сізде де олда да конфликт деген жаман нәрсе емес. Конфликт деген не? Екі адамның әртүрлі қарауы. Просто соны келісіп алу керек. А сіздер оны конфликтті бір-бірлеріңізге сен неге мен туралы мен сияқты ойламайсың, сен неге мені түсінбейсің, бір-бірлеріңізден күтіп отырып, ана жауапкершілікті бір-біріңізге артық қойғансыздар, мәселе шешіліп жатқан жоқ, көбейіп жатыр. Осыған дейін алып келді. Сондықтан бұл мәселені қазір өздеріңіз бір сабақ алып, осыған дейін апарыпты, біз әлі түсінбеппіз. Қандай бір мәселесі бар деп бір шешім қорытынды жасамайынша бұл мәселе шешілді. Жақсы. Қорытындылайық, былай. Бүгінгі жиынның бас қосудың мақсаты сіздерді ажырастыру емес еді. Сіздер онсызда бөлек жүрген адамдар екенсіздер. Конфликт бар, ұрыс керіс бар. Бірақ осы уақытқа дейін екеуіңіз отбасы құрдыңыздар, жаңа үлкен үйдің фундаментін қалап қойдыңыздар. Дәл қазіргі отбасыларыңыздағы жағдай осы фундамент сияқты болып тұр да. Фундамент бар, ары қарай оны көтереміз ба, көтермейміз ба, әлде сол фундамент күйінше қала ма? Сіз, Аян, өзіңіз де жетімдікті көріп өстіңіз.
менің білуімше. Енді өзіңізден туған 3 бала, сіз көрген нәрсені көргенін қаламайтын шығарсыз, менің ойымша. Әлде де болса ойланыңыз. Осы үйді екеуіңіз бірге фундаментті ымырамен, кәдімгідей мәмілемен осы фундамент тұрғыздыңыздар ғой. Енді оны ары қарай аяқтап салып бітіру өздеріңіздің қолдарыңызда. Жанар ханым, ер азамат табыс табу керек, және ол үйді аяғына шейін тұрғызуға сіздің тарапыңыздан тек қолдау керек болды. Ешкім ер азаматқа, Аянға кедергі келтірмесе, Аян табысты да тауып сол үй тұрғызатын шығар. Менің білуімше, ойымша, білмеймін. Егер де әйеліңіздің тарапынан қолдау болса, сенім болса, сіздің тарапыңыздан Жанарға қорлық емес, сіздің тарапыңыздан да қолдау болса, себебі Жанар сізге таяқ жеу үшін, сіздің шапалағыңызды алу үшін, сізден ұрыс есту үшін емес, сізге дүниеге балаларды алып келіп, сізбен бірге сондай бір тамаша отбасын құру үшін тұрмысқа шықты ғой. Енді арадағы сөз, анау мынау, оның бәрі ұмытылатын нәрсе. Әлде де болса, мүмкіндіктеріңіз болса, сөйлесіңіздер, бір мәмілеге келуге тырысыңыздар. Енді біз сіздерге ақыл айта алмаймыз, бірақ 3 баланы жәутеңдетіп тастап кеткеніңізді біз қаламай отырмыз. Отбасы болғандарыңызды қалаймыз. Асхат мырза, шешім өздеріңізде. Асхат мырза, бір ұсынысым бар. Енді осы жерде көріп, Аян мырза, Жанар ханым, сіздерді бұл жерде ешкім кінәлап тұрған жоқ. Керісінше, әр нәрсені мына сыртынан басқа бір көзқараспен қарап көрсеңіздер деген бір ниет, тақырыпты. Психологсыз ба сіз? Отбасылық психолог ретінде соны айтайын деп жатырмын. Кеңес бере аласыз ба? Отбасылық психолог ретінде жоқ, студиядан тыс уақытта. Соны айтып отырмын. Соны ұсыныс ретінде қазір шешім қабылдау қиын шығар, бірақ бірге кездесіп, енді сөйлесе алмай отырсыздар ғой. Соны бір ерлі зайыплы болып, бір сөйлесіп ақылдассақ. Бірақ шешім өздеріңізде. Жақсы ма? Кездесіп бір сөйлесейік. Енді психолог өзінің ұсынысын білдірді, барасыздар ғой, қарсы емеспін, келісемін. Аян, сіз ше? Жақсы. Мүмкін осы керек шығар. Психологиялық көмек керек сияқты, Отбасы киелі ұғым. Оны санасымен сезінгендер ғана түсінеді. Әрине, шаңырақты шайқалтпай, балаларды жылатпай, отбасын сақтауға болар еді. Әйтсе де ыдыс-аяқ сылдырлап, берекесі қашқан үйде баланың да мазасы болмасы анық. Әкенің отбасына оралғысы жоқ. Оны күшпен кері қайтара алмаймыз. Бөлек тұру, ажырасу, ерлі зайыптылардың жеке шаруасы. Әйтсе де 2 жас ата-ана екенін және балаларға жауапты екенін ұмытпаса екен. Осымен тамам, аман сау болыңыздар.